Баршаңызға сәлем. Бүгін витаминный салат жасайтын боламыз. Ол өте пайдалы және тез жасалады, оп-оңай жасалатын салатты жасап көріңіздер. Ол үшін бізге алма, анар, қызылша және мейіз керек болады. Және йогурт керек болады. Ең әуелі қызылшамызды суда пісіріп алып, қабығын ашып, көбіктеп турап аламыз. Ендігі кезекте алмамызды жақсылап жуып, оны да осы видеодағыдай қылып көбіктеп турап аламыз. Мейізімізді жақсылап жуып алып, оны да сақтап тураймыз. Анарымыздың қабығын ашып, оны салатымызға қосамыз. Дайын болған салатымыздың үстіне йогуртымызды немесе қаймағымызды салып араластырамыз. Осымен салатымыз дайын, астарымыз дәмді болсын.